Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз ниш бил есептерінен сабақтар бастайтын боламыз. Бұл тапсырманы мына оқулық бойынша жүргіземін. Әр нұсқада 40 есептен бар. Сол есептерді рет-реттілігіменен салып отыратын боламын. Бүгін біз алғашқы есептерді бастайық. Яғни әр сабақ сайын 5 есептен салып отырамын. Бірінші есепті тыңдаймыз. Есептеңдер дейді. Бізде берілген модуль ішінде 7 көбейту -9, -15 деп әрі қарай есептейміз. Енді мына жерде модульді қалдырамыз да, 7 мен -9-ды көбейтсек, -63 болады. -15. Енді модульді жабамыз. Тең модульдің ішіндегі сандар екеуінің де таңбасы бірдей, минус сандар, онда таңбалары бірдей сандар бізде қосылады да, өзін таңба шабады. Минус бізде болады 78. Ал енді модульдан біз оң сан шығатынын білеміз. Демек, -78-дің модулінен +78 шығады. Мынау біздің бірінші есептің жауабы. Келесі есеп бізде мінекей мына түрде берілген өрнекті ықшамдаңдар дейді. Мен екі бор мен екі түрлі жақшаны бөліп алып қойдым. Қазір есептеп бастайық. Алдыменен мына қызыл жақшаның ішіне қарап отырсақ, қызыл жақшаның ішінде тағы да ақ жақша бар. Сондықтан біз былай жасаймыз. Сыртындағы 5х-тің өзін жазып аламыз. Минусты жазамыз да, қызыл жақшаны қозғамаймыз. 2х. Мына ақ жақшаның ішіндегі 3х - 4 өрнегінің алдында бізде минус таңбасы тұр. Сондықтан қазір жақшаны ашқан кезде жақша ішіндегі өрнектер қарама қарсы таңбаға ауысады. Демек, сонда -3х болады және минус пен минус +4 болады. Сонда бізде ақ жақша ашылды, +6 әрі қарай. Және мына жерде біз мына қызыл жақшаны 4-тен кейін, 6-дан кейін жабамыз. 6-дан кейін жабамыз. Және мына жақта бізде +7 бар екен. +7 тең. Демек, қараймыз. 5х-ті өзін қалдырдық. Минус қызыл жақшаның ішін орындадық. Яғни қызыл жақшаның ішіндегі ақ жақшаны орындадық. 3х - 4-тің таңбасын ауыстырдық. -3х + 4. Ал қалған 2х + 6-ны өзін жаздық. Сөйтіп қызыл жақшаны жаптық. Тең. Енді қызыл жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Өрнектерді ықшамдаймыз. Не бар бізде қызыл жақшаның ішінде? Мынаны әзірге балдар, жақшаны қалдыра тұрайында, қызыл жақшаны қалдыра тұрайында, қызыл жақшаның ішінде өрнектерді ықшамдап алайын. 2х - 3-тен бізде болады -х. +4 пен +6-дан бізде болады +10. Демек, қызыл жақша осымен ішіндегі өрнектер ықшамдалды. +7. Енді тең. Енді қызыл жақшаны ашамыз. 5х. Таңбалардың бәрі ауысады. Өйткені мына жақшаның алдында сан таңба минус болып тұр. Демек, +х болады, -10 болады. Және сыртында бізде +7 бар. Сонымен 5х х-ті қоссақ 6х, -10 мен +7-ден -3. Мынау біздің есебіміздің жауабы. Яғни өрнекті ықшамдағанда 6х - 3 болды. Келесі есепті тыңдаймыз. Үшінші есеп. Егер қандай да бір санның 75% 112,5-ке тең болса, онда осы санды табыңыз дейді. Яғни біз не жасаймыз? Бұл деген сөз 5-ші сыныптағы пайызы бойынша санды табу есебіне келіп тұр. Демек, 75% 112,5 болатын санды табу керек. 75%-ді алдыменен санға айналдырамыз. 75%, яғни пайызды санға айналдыру деген сөз, оны 100-ге бөлу деген сөз. Демек, 75% 0,175 тең. Ал пайызы бойынша
санды табу үшін, яғни проценті бойынша санды табу үшін мына санды, берілген санды осы процентті санға айналдырдық қой, сол санға бөлеміз. Есептеп бөлесіңдер, сол кезде 150 шығады. Осы 150 біздің есептің жауабы болып табылады. Келесі есеп. В санын А санына бөлгенде 5,2 шығады. Яғни В санын А санына бөлгенде 5,2 шығады. Немесе екінші түрде В-ның А-ға қатынасы 5,2. Біз енді жай бөлшек түрінде жазып алған бізге ыңғайлы. 2-ге қысқартып жіберсек 5-тен 1 тең 5-тен бұрыс бөлшек айналдырсақ 5 5 25 26. Сонымен В-ның А-ға қатынасы В-ның А-ға қатынасы 5-тен 26 болып шықты бізде берілуінде есептің. Енді әрі қарай тыңдаймыз, не сұрап отыр? А-ның В-ға қатынасын табыңдар дейді. А-ның В-ға қатынасын тап дейді. Енді мынандай түрге әкеліп алғаннан кейін бізде есеп болмай. А-ның В-ға қатынасы мына бөлшекке кері бөлшек болады. Яғни 26-дан 5. Енді бір нәрсе айтамын, оқырмандарым, есептің жауабында 26-дан 5 деген бізде есепте жауап жоқ. Бірақ мына есептегі ондық бөлшектер түрінде берген жауап бар, және 5-тен 26 деп берілген жауап бар. Неге? Мынандай жауап тұр, және қалғандарын ондық бөлшекпен беріп тұр. Сондықтан балалар шатасып кетпес үшін мынаны ескертемін. Жауаптағы бар нұсқадағы мынау келіп тұргенде белгілемейміз. Мынаған кері бөлшек жазуымыз керек. Ол бізде 26-дан 5. Ал ол деп отырғанымыз 26-дан 5 0,192. Жоқтап алғанда әрине. Мына жерге жоқтап теңдігін қояды. Әрі қарай көп шектеусіз ондық бөлшек түрінде келеді. Демек бізде жауап 0,192 деген нұсқаны белгілеуіміз қажет. Бесінші. Енді есеп тыңдаймыз. Додо желісінің 3 пиццериясында пицца дайындалды. Яғни 3 пиццерия бар бізде. Бірінші, екінші, үшінші пиццерия. 3 пиццерияда пицца дайындалды дейді. Енді есепті мұқият тыңдаймыз. Екінші пиццерияда, мінекей мынау, екінші пиццерияда бірінші пиццерияға қарағанда 3 есе аз дайындалды. Мынада 3 есе аз. Яғни, мына біріншіні біз x деп белгілесек, екіншіні x бөліп 3 деп белгілеуіміз керек. Енді осы жерде мынаны ескертем балалар. Мына жерде әрі қарай есеп тыңдайық, сосын тағы түсіндірем. Ал үшінші пиццерияда біріншіге қарағанда 42 пиццерияға көп дайындады дейді. Мынаған қарағанда 42 пиццерияға көп дайындады дейді. Есеп барлық 3 күнде осы 3 пиццерия бір күнде 336 пицца дайындады. 336 пицца барлығы дайындайды бір күнде. Есеп сұрайды, 3-ші күні қанша пицца дайындаған дейді. Есепті мынандай түрде берілген кезде біз осыны екінші жағына қарай былай ауыстырамыз. Егер бірінші пиццерияда x, екінші пиццерияны, бірінші пиццерияны x деп белгілесек, екіншіні x бөлінген 3 деп белгілейміз. Осы есептегі мына сөзді екінші түрде былай аударып аламыз. Екінші пиццерияда бірінші пиццерияға қарағанда 3 есе аз деп тұр ғой. Онда керісінше бірінші пиццерияда екіншіге қарағанда 3 есе көп деп түсіну керек. Ол кезде біз екінші пиццерияны x деп аламыз. Ал үшінші пиццерия бізде 3x плюс 42 болады. Енді барлығы бізде бір күнде 336 пиццерия. Бізге теңдеуді мына тұрғыдан құрғаннан көрі бізге мынаумен әкелу керек, яғни бөлуді. Өйткені бөлшектің бөлімінен құтыламыз, онымен де шығарамыз, есептер ұзап кетеді. Яғни бөлшектің бөлімін бір санға көбейтіп, бөлшектің бөлімінен құтыламыз, сол кезде бізде есептеу ұзағырақ болып кетеді. Сондықтан мына жолға әкелеміз. Енді қарапайым теңдеу құру керек. 3x плюс 2x плюс 3x плюс 42 тең 336. Қосамыз 7x
плюс 42 тең 336. Әрі қарай 7х-тен 336-дан аламыз 42-ні. Сонда 7х-тен 294 шығады. Енді әрі қарай x-ті табамыз. x-тен 294-ті бөлеміз 7-ге, x-тен бізде шығады 42. Демек, екінші пиццерия 42 дайындаған. Бірінші пиццерия 42-ні 3-ге бөлсек, 3 2 6, 4 12, 126. Үшінші пиццерия енді 42-ні мына 126-ға қосамыз 42-ні, сонда болады 368 пицца дайындапты. Осы үшеуінің қосындысы бізде болады 336. Мінекей біздің бүгінгі есептеріміздегі алғашқы 5 есебімізді аяқтадық.